Сәлем достар, біз бүгін арықтауға, салмақ тастауға арналған салат әзірлейміз. Бұл салаттың аты щетка деп айтамыз, немесе метелка деп те айтылып жатады. Бұның құрамында, салаттың құрамында орам жапырақ, сәбіз, қызылша барлығы пісірілмеген күйде болады. Бұл салаттың құрамында клетчатка өте көп, сол себепті майларды ерітіп ағзадан шығаруға көмектесетін салаттың бір түрі. Диетада отыратын адамдардың көбі бұл салатты біледі және қолданады. Ал енді бастаймыз. Ең бірінші біз тазаланып жуылған көкөністерімізді үккіштен өткіземіз. Сәбізімізді біз карыс теркасынан өткізіп аламыз. Негізі сәбізді осындай күйінде жегеннен үккіштен өткізіліп жеген күйі пайдалырақ, себебі А витаминінің көлемі 2 есе көбейеді. Мінекей барлық сәбізімізді осы теркадан өткізіп аламыз. Біз сәбізімізді теркадан өткізіп болдық. Келесі кезекте орам жапырағымыз. Орам жапырақты да карыс теркасынан өткізіп көреміз. Өтпесе қолымызбен турайтын боламыз. Мінекей осылайша орам жапырағымызды турап аламыз. Мінекей достар, біз орам жапырағымызды турап болдық. Келесі кезекте қызылшамыз. Қызылшаны да үккіштен өткіземіз. Мінекей біздің үккішіміз өте ұсақ. 2 қызылшамызды өткізіп аламыз. Зәйтүн майы мен лимон соғын қоспас бұрын араластырып аламыз. Негізі қолмен қатты қысып мытып жүрсеңіздер болады. Қазір біз соны істейтін боламыз. Түсі өте әдемі. Мінекей, енді келесі кезекте біз қазір зәйтүн майы мен лимон қышқылын қосамыз. Зәйтүн майын қосамыз, 1 ас қасық көлемінде. Тұз, негізі арықтауға арналған диеталарда тұз көбінесе қосылмайды, бірақ біз тұз аз мөлшерде қосатын боламыз. Қоспасаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Келесі кезекте лимон. Лимон қышқылы.
Мінекей достар, біздің диеталық салатымыз дайын.